Жаңа Өзбекстан жастары келешек құрушылары. Хақиқатында да бүгінгі күнде еліміз жастарына ұсындай сенім білдіріліп, барлық тарауларда оларды қоллап қуатлау, машқалаларын анықлау һәм системалы түрде жәрдем берудің барлық іләжлары көрілмекте. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басшылығы Аманбай Орынбаевтың жоғары оқу орындарында білім алып атырған студент жастарменен ұшырасуы да бұл бағдардағы және бір ахметлі іләжлардың бірі болды. Бүгінгі күнде елімізде білімдендіру тарауын рауаждандыру, жаңа реформаларды әмелге асыру мемлекет саясатының басты бағдарларының біріне айланды. Әсіресе мемлекетіміз басшысының білімдендіру тарауына болған айрықша ітібары негізінде бір ғана республикамызда жоғары оқу орындарының саны 10-ға жетті. Бұның нәтижесінде жастарды жоғары оқу орындарына қамтып алу дәрежесі 2016 жылы 9%-ті құраған болса, бүгінгі күнге келіп бұл көрсеткіш 36%-ке жетті. Сондай-ақ жоғары оқу орындарында білім алып отырған студент жастарының саны жәмі 59 мыңнан асламды құрамақта. Бұл көрсеткіштер елімізде жастарға болған ітібардың жыл сайын артып атырғандығынан дерек береді. Соның менен бірге олардың тұрмысында ұшырасып атырған машқалаларды анықтау һәм шешім табуда мемлекетіміз саясатының басты бағдарларының біріне айланды. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаевтың республикамызда білім алып атырған студент жастарымен өткерген ұшырасуы келешек иелері үшін нәубеттегі имканиятлар есігін ашты. Дәслеп Жоғарғы кеңес басшылығы сөзге шығып, мемлекетімізде жоғары білімдендіру тарауында алып барылып атырған реформалар һәм олардың нәтижелеріне айрықша тоқтап өтті. Хақиқатында соңғы жылдары тараудағы өзгерістерді бір ғана Қарақалпақстан мысалында талқылайтын болсақ, республикамызда жоғары оқу орындарына қабылдау квоталары саны бірнеше есеге асты. Бұндан тысқары шеткі районлардағы студент жастарымызға қолайлы шариғат жарату мақсатында Қарақалпақ мемлекеттік университетінің жаңадан Шымбай факультеті, Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының Ел қала педагогика факультеті, Ташкент мемлекеттік экономика университетінің төрткүл факультеттерінің ашылуы бұлардың барлығы жастарға болған ғамқорлықтан дерек береді. Соның менен бірге жоғары оқу орындарында студенттерді жатақхана менен қамтып алу дәрежесін жақсылау һәм оларға зәрур шарт-шариғатларды жарату мақсатында 2022 жылда Нөкіс мемлекеттік педагогика институты студенттері үшін 600 орынлық жатақхана, Қарақалпақ мемлекеттік университетінде 520 орынлық 2 жатақхана пайдалануға тапсырылды. Сондай-ақ Өзбекстан көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалында бақасы 22 миллиард сомдық 300 орынлы жатақханада құрылыс жұмыстары жұмақлану алдында тұр. Соның менен бірге ұшырасуда социалдық жәрдемге мұқтаж жастарымыздың білім алулары үшін қолайлы шариғат жарату бағдарындағы әмелге асырылып отырған іләждарға да тоқтап өтілді. Арнаулы президент қарары тикарында 2022-2023 оқу жылында жоғары оқу орындарындағы магистратура басқышында оқып атырған 2300-ден астам хаял қызлардың қала һәм районларда өткерген ұшырасулар давамында контракт төлемдерін төлеуде әмели жәрдем сұрап müracaat еткен 118 студент жастардың 630 миллион сом мударындағы шартнама пуллары төлеп берілді. Соның менен бір қатарда жастар дәптеріне кіргізілген социалдық қорғауға мұқтаж 5045 студентке жәмі 15 миллиард сом мударындағы шартнама төлемдері жастар дәптері қоры қаржылары есебінен төлеп берілді. Өткерілген ұшырасу давамында жоғары оқу орындарында білім алып отырған студент жастардың машқалалары, пікір һәм ұсыныстары да тыңланды. Бұндай имканияттан нәтижелі пайдаланған бір қатар жастар өздерінің ұсыныстары менен республикамыз басшысына müracaat етті. Мәселен, Қарақалпақ мемлекеттік университеті студенті жас дизайнер Индира Жұмабаева Қарақалпақстанда модалар үйін шөлкелместіру үшін бос тұрған имарат сұрады. Нөкіс мемлекеттік педагогика институты студенті Дилбар Жұманиязова жастардың өзара білім һәм тәжірибе алмасуын жолға қою үшін арнаулы лагерь шөлкелместіру мәселесін айтты. Қарақалпақ мемлекеттік университеті студенті Рашид Мәмбеткаримов болса, студент жастарды қолдап қуатлауды елде кеңейту үшін Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басшылығы стипендиясын шөлкелместіру ұсыныстарын білдірді. Бұл ұсыныстар диққатпен тыңланды һәм inobatқа алынды. Менің өзімнің тарауым балықшылық тарауы болып есептелінеді. Қазір республикада балықшылық тарауы жүзде кең раужанып кетіпті. Бірақ та балықшылық тарауында қолданылып отырған жемлердің бағасының қымбаттылығы һәм оның сапасының төмендігі базарымызда балық һәм балық өнімдерінің бағасының артып кетуіне себеп болып жатты. Біз енді осы Қанеген тарау есебінде жаңадан жандасып инновацион шешім тауып. Бұл шешіміміз арқылы балықшы фермерлердің жылдық табысы 20-30%-ға артып, базардағы балықтың бағасының нарқын төмендетуіміз мүмкін болады. Біздің шешіміміз содан ibarat. Балыққа жемді әрқилы дәнілік өсімдіктерден таярлап береміз. Бірақ та оның сапасын арттыру үшін оған протеинлі, белоклы қосымшалар қосуымыз керек болады ол жемге. Ал біз болса сол белоклы қосымшаны өзіміздің шариғатымыздан келіп шыққан халда таярлап, оны арзан бағада таярлап, соны жемге қоса жақпыз. Бұнда инновацион шешіміміз білеміз, белокты өсімдіктен, хайуандардан һәм балықтардан алынады. Біз болса 4-ші жол, дүние жүзі қазір қолдап келе жатқан 4-ші жолы
белокты насекомалардан алacakпыз. Қазір Қарбақстанда насекоманы ыраужандыруды алға ілгерілете жатырмыз. Бұл арқалы біз жаңағы шетелден келіп жатқан импорт жемдердің кескін кемейтуіне себепші болуымыз мүмкін. Сондай-ақ ашық соhbetlесу тәрізінде давам еткен ұшырасуда студент жастар тарапынан іс-білермелік жұмысын баслау үшін жеңілдіктер беру, спорт, IT тарауларын рауаждандыру бойынша да ұсыныстар айтылып, білім даргайларында квоталар санын көбейту, оқу процесінде өтілетін сабақлықлар һәм әмелиятларды өтеудегі айрым мәселелер бойынша mürajaatlar deb bildirildi. Taklifim shundan iborat bo'ldiki, O'zbekiston Respublikasiga Qoraqalpog'iston Respublikasi chiqadigan qonunlarning umuman xalqaro shartnomalarini O'zbekistonda qo'llash bo'yicha kollizion normalar vujudga kelishi mumkin va bunaqa normalar bor. Bu juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'lib kelmoqda va biz xohlaymizki, mana shuni tadqiqot instituti sifatida, ya'ni kollizion normalarni tadqiqot instituti sifatida bir institut tashkil qilinishi. Dastavval buni klub sifatida yoshlar o'rtasida tashkil qildim. Agar natija beradigan bo'lsa, buni tadqiqot institutiga aylantirish kerakligini so'rab qolardik. Chunki biz yaqinda Turkiya davlatining İzmir shahridagi Ege universitetiga malaka oshirishga bordik va o'sha yerda bir nechta tadqiqot institutlarini o'zimiz ko'rdik. Demak, universitetning qoshida tadqiqot institutlar soni ko'payishi ilm fanimizni, umuman qonunchiligimizni monitoring qilishga juda katta imkoniyat beradi deb hisobladik va buni Jo'g'org'i Kenges raisiga demak taklif kiritdik. Haqiqatda o'tkazilgan uchrashuv tarovdagi o'rin algan kemchiliklarni saplastırу һәм alдағы tekarg'i vazifalarni belgilab olуда da ahamiyatli bo'ldi. Ilash davomida bildirilgan barliq usunuslar inobatga olinib, aytilgan mashg'ulotlarni qisqa vaqtning ichida saplastırу bo'yicha tegishli tarov boshlarına aniq topshirmalar berildi.